Сәлеметсіз бе, құрметті оқушылар. Менің аты жөнім Көпбаев Мұхит Сайлауханұлы. Алматы облысы Қаратал ауданы Үштөбе қаласы номер 13 орта мектебі жанындағы интернатымен информатика пән мұғалімі. Құрметті оқушылар, сабағымызды бастамас бұрын сіздерге бейнеролик ұсынылады. Және де осы бейнеролик көргеннен кейін біз сіздермен сабақтың тақырыбын ашамыз. Назарларыңыз бейнероликқа. Қалай ойлайсыздар, біздің сабағымыз тақырыбы қандай? Өте жақсы. Біздің сабағымыз тақырыбы үш өлшемді модельдеу. Яғни бүгін біз сіздермен үш өлшемді модельдеудің ең қарапайым түрлерін қарастырып өтеміз. Және де біз сіздермен SketchUp бағдарламасында қарапайым 3D модельді құрып үйренеміз. Сіздерге SketchUp бағдарлама жайлы қысқаша мәлімет беріп кетсем. SketchUp қарапайым үш өлшемді объектілерге қатысты модельдеуге арналған бағдарлама. Мекеме, мебель, интерьер. SketchUp үш өлшемді графиканы жылдам редактирлеу мен құрудың нәтижесінде әйгілі болды. Архитектуралық графика мен интерьер дизайны идеалды пакет. Кәсіби мамандарға, сонымен қоса қызығушыларға жылдам үш өлшемді модель құруға ыңғайлы. Тәжірибелі архитекторлар, дизайнерлер, конструкторлар меңгеруге және қолдануға ыңғайлы. SketchUp бағдарламасы 3D модельдеуге және дизайн күрделі есептерге қарапайым шешім ұсынады. Бағдарлама ертеде пайда болған. Өңдеуші америкалық компания Last алғашқы версияның 1999 жылы пайда болды. 2006 жылы бағдарламаның Google корпорациясы сатып алды. 2012 жылы сәуірінде Google корпорациясы SketchUp бағдарламаны Trimble компаниясына сатты. SketchUp 3D моделінің әйгілі платформасы болып табылады. SketchUp шектеулері бар немесе қандай да бір функционалдық мүмкіншіліктері жоқ кәсіби версиясына толықтай аналогты версия. SketchUp бағдарламасында кескіндеуге бағытталған қолданушыға толық түсінікті диалогты бағдарлама деп айтуға болады. Біздің сабағымыздың мақсаты үш өлшемді модельді құру және де 3D редакторында жұмыс жасау. Сабағымызды бастамас бұрын сіздерге модельдеу және модельдің құру кезеңдері жайлы қысқаша мәлімет беріп кетсем. Яғни модельдеу дегеніміз ол үш өлшемді графика бағдарламаларының көмегімен объекттерді құру процестері. Қазіргі таңда 3D модельдеу бізде өте кең қолданылады. Әсіресе 3D модельдеудің қолдануы біз киноиндустрия саласында жиі көре аламыз. Және үш өлшемді объектілердің құру кезеңдері ол 5 кезең, яғни модельдеу, өрнектеу, жарықтандыру, түсіру және редеринг. Бүгінгі сабақта біз сіздермен SketchUp бағдарламасын қарастырамыз. Яғни SketchUp бұл үш өлшемді объектілерді құруға, өңдеуге арналған бағдарламалар. Біз сіздермен SketchUp бағдарламасы арқылы қарапайым 3D өлшемді объект құрып, және де онымен жұмыс істеуді үйренейік. Яғни қазір біз сіздермен SketchUp бағдарламасын іске қосамыз. Сіздерге SketchUp бағдарламасы ұсынылып отыр. Егер назар аударсаңыздар, сол жағында құрал сайманда тақтасы орналасқан, жоғары жағында меню жолы орналасқан. Және де осы бағдарлама арқылы біз сіздермен бүгін ең қарапайым 3D объектті құрастырып үйренеміз. Бүгінгі сабаққа бізге треугольник, тенит алқай, құрал сайманы керек болады. Бірінші біз сіздермен треугольник құрал сайманы таңдаймыз да өзімізге керекті алаңды сурет салып аламыз. Және де
осы объектіні жоғары биіктігін, яғни биіктігін салу үшін бізге тени талқай құрал сайманын таңдау арқылы өзімізге керекті биіктікке орналастырамыз. Және де орбита құрал сайманы арқылы өзімізге салынған, яғни SketchUp арқылы құралған объектіні кез келген жағынан айналдырып көре аламыз. Яғни осы екі құрал сайманды қолдана отырып, сіздердің көз алдарыңызда параллелепипед құралады. SketchUp бағдарламасында құрастырылған 3D объектілердің биіктігін, ұзындығын және енін енгізу үшін астыңғы оң жағында арнайы терезе орналасқан, яғни ол жерде өзімізге керекті енін, ұзындығын сандар арқылы енгізіп өзгерте аламыз. Құралған параллелепипедтің немесе басқа да 3D объекттің өлшем бірлігін, дұрыстығын тексеру үшін құрал саймандар тақтасында рулетка құрал сайманы бар. Рулетканы таңдап, өзімізге керекті қабырғаның шетіне алып кеп шыққан сол жақ бастамасын шертіп, екінші шетіне дейін алып кеп шерткен кезде бізде бұл объектінің ұзындығы анықталады. Және де тура осы рулетка құралы арқылы біз сіздермен оның биіктігін көре аламыз. Біздің құралған 3D объект өлшем бірлігі қате немесе ауытқулар болатын болса, астыңғы оң жақтағы терезеге өзімізге керекті параметрларды енгізіп, түзетуге мүмкіндік бере аламыз. Өте жақсы оқушылар, сіздердің көз алдыларыңызға бірінші тапсырма ұсынылып отыр. Яғни қабырғалар 30 см және 40 см, бүйір қабырғасы 50 см болатын тік төртбұрышты параллелепипедті салуды дұрыс тізбегін көрсетіңіздер. Яғни сіздер видео көргенде құрал саймандарды қолдана отырып, өзімізге керекті объекттерді құрастыра білеміз. Яғни номері, әрекет. Осы жерде сіздер қандай әрекет бірінші орындалатынын тауып, реттік номерларын жазуларын тиіссіздер. Сіздерге тапсырма орындау дескриптор ұсынылып отыр. Тапсырманы орындап, дұрыс жауаппен сіздерге салыстыру мүмкіндігі беріледі. Жарайсыңдар балалар, тапсырманы орындап болдық. Енді жасаған жұмыстарыңызды дұрыс жауаппен салыстырып, өздеріңізді тексеріп көріңіздер. Барлықтарыңыз дұрыс орындады деп сенемін. Өте жақсы оқушылар, назарларыңыз екінші тапсырмаға. Екінші тапсырма Venn диаграмм әдісі арқылы алынады, яғни 2D және 3D модельдің ұқсастығы мен айырмашылығы Venn диаграммы арқылы көрсетіңіздер. Бұл тапсырманың дескрипторы сіздерге ұсынылып отыр. Тапсырманы орындауға кірісейік. Жарайсыңдар балалар, ендеше орындалған жұмыстарыңызды дұрыс жауаптармен тексеріп, салыстырып көріңіздер. Яғни 2D мен 3D модельдің айырмашылығы мен ұқсастығы неде екен? 3D графикада бізде үйреншікті биіктік және енінен ұғымынан басқа оның тереңдігі қосылады екен. Осылайша кез келген нысанның элементтерінің орналасу кеңістігі координаттармен анықталады, яғни X, Y және Z. Ал екі өлшемді, яғни 2D ол негізгі айырмашылығы, біз параққа сурет салғанда екі өлшемді жұмыс аймағымен жұмыс жасаймыз. Яғни ол биіктігі және ені. Өте жақсы балалар, барлықтарыңыз жауаптарыңыз дұрыс деп ойлаймын. Орындалған тапсырмалар бойынша өздеріңіздің білімдеріңізді табыс баспалдығы арқылы бағалап көріңіздер. Яғни ол жаңа сабақты дұрыс түсінбедім. Егер сіздердің сабақтарға сұрақтарыңыз туындап жатса, немесе сіздерге сабақ мүлдем түсініксіз болса, қосымша мәліметтерді интернет желісінен кітаптарыңыздан алып оқысаңыздар болады. Түсіндім, бірақ әлі де толықтыруға қажет. Яғни сіздің тақырыптарыңыз толық түсінікті болса, сіздер қосымша мәліметтеріңізді интернет желісінен іздеп, Білімленд немесе басқа да білім ресурстарынан қарастыруға болады. Бәрі де түсіндім, бәрі де қолымнан келеді. Яғни сіздер тақырыпты толық түсіндіңіздер. Құрметті оқушылар, мен ойлаймын, сіздер сабақты толық түсіндіңіздер деп. Ендеше сіздерге үйге тапсырма, энциклопедия мен интернет ресурстарын пайдалана отырып, зерттеу жұмысын жүргізіңіздер. 3D әлемі туралы қызықты деректер тақырыбы бойынша эссе жазыңыздар. Құрметті оқушылар, қазіргі заман талаптарына сәйкес бізде 3D модельдеу өте кең тараған. Мысалға, біздің 3D модельдеу киноиндустрия бағытында өте кең таралып жатыр. Құрметті оқушылар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сіздерге көп рахмет.
Sağ болыңыздар.